Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен дымляма тағамның өзіндік дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналым ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы дымляма тағамы өте дәмді әрі оңай жасалатын тағамдардың бір түрі. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен қазанымызға сұйық майды молырақ етіп құямыз. Сол кезде тағамдарыңыз өте дәмді болады. Және үстіне жуып, турап, алдын ала дайындалған етімізді салып, еттің сөлі басылғанша жақсылап қуыратын боламыз. Бұл жерде менде қой еті, жалпы дымляманы негізі қойдың етімен жасайды. Егер сіздерде болмаса, кез келген сиырдың, жылқының етімен де жасай берсеңіздер болады. Етіміз әбден қуырылған сәтте жуамызды турап жақсылап дайындап аламыз. Керек заттардың барлығын мен осылай турап алдын ала дайындап алдым және сіздерге описанияға қанша керектігін жазып өтетін боламын. Осы сәтте біз қуырылып жатқан еттің үстіне дөңгелекшелеп туралған сәбізімізді салып, бір араластырып, бетін жауып қоямыз. Біраз уақыт өткен соң біздің манағы дайындап алған картоптарымызды саламыз. Картоп менде үлкен болғандықтан тура 2 бөлікке бөлдім. Егер сіздерде ұсақ картоп болатын болса, дөңгелек түрінде салсаңыздар болады. Сондай-ақ дәміне қарай тұз бен бұрышын саламыз және 4-5 бас сарымсағымызды да саламыз. Тағамыңыз одан сайын дәмдірек болу үшін қалауыңызша кез келген көкөністерді қоссаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде қызанақ пен тәтті бұрыш болғаны жөн. Менде бұл жерде қатырылған түрі, сіздер балғын түрін пайдалансаңыздар болады. Және де 40 қабаттың ең алғашқы қабаттарын бізге керек жерін алып қаламыз, ал қалғанын осылай кішірек бөліктерге бөліп, тағамыздың араларын осылай салып шығамыз. Содан соң ең соңында осылай жаңағы алып қалған біздің 40 қабаттың жапырақшаларын бетін толықтай жабамыз және бетін жауып 1 сағат ішінде пісіріп аламыз. Еттің пісуімен қосқанда біздің дымлямамыз 1,5 сағат ішінде пісіп шықты. Ешқандай да су қоспаймыз. Өзі көкөністердің еттің суымен осылай дәмді болып пісіп шығатын болады. Осымен біздің дымляма тағамымыз дайын. Міндетті түрде сіздерге де жасауға кеңес беремін. Қарап тұрсаңыздар өте оңай, әрі жеңіл жасалады. Бірінің үстіне бірін салып, тек қана бетін жаба саласыздар. Міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Назарларыңызға көп рахмет.